Міне бір тағы жаңалық, иә. Көмек түрлері Instagram парақшадан ашып, историясын көріп қалсам, үй кезегіне енді әкімдік тіркемейді деп жазып қойыпты. Кезегіне әкімдік тіркемейді, мұның банк айналыспақ. Нақтылағанда жергілікті билік органдарының үй кезегіне қатысты құзыретті толығымен отбасы банкке берілмек. Ал банк өз кезегінде 10 жылдап кезекте сарылып тұрған адамдардың тарихын қайта қарамақшы. Тек мұндай бастамаға сенаторлар күмәнмен қарап отыр. Өйткені кезек саны тіпті көбейіп кете ме деп қорқады. Бүгін парламенттің жоғарғы палатасында осы мәселе жан-жақты талқыланды. Енді үй кезегіне әкімдік тіркемейді, мұның банк айналыспақ. Нақтылағанда жергілікті билік органдарының үй кезегіне қатысты құзыретті. Мына жақсылықты естіп көңілім түсті. Енді үй кезегіне әкімдік тіркемейді, мұнымен басқа айналысатын болады. Үй кезегіне тіркеу құзыреті енді отбасы банкте толығымен беріледі. Ал банк 10 жылдап кезекте сарылып тұрған адамдардың кезегі қайта қарайды депті. Бір түрлі жаңалық екен. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.